Сәлем достар, бүгін сіздермен біз осындай жұмсақ ұйғыр самсасын пісіретін боламыз. Өте жұмсақ болып шығады, дәмі де керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонақ келгенде де әдемі шығады дастарханға. Алдымен бізге ұн қажет болады. Ұнымызға 100 грамм майымыз салып, осылай қолымызбен үгітетін боламыз. Әбден талқан сияқты болғанша қолымызбен езетін боламыз. Бөлек ыдысқа 2 қасық қаймаққа жұмыртқаның 1 сарысын салып, әбден араластырамыз. Оған 3 үлкен қасықта суымызды құйып, үшеуін әбден араластырып, ұнымызға құятын боламыз. Ұнымызға шамалып, кіші қасықпен, шай қасықпен 1 қасық тұз салып, жаңа қаймақ, жұмыртқа, суымызды құйып, осылай қамыр жасайтын боламыз. Қамырымыз қатты жұмсақ болмау қажет. Осындай көлемде шығады. Осылайша 5-10 минутқа қамырымызды тындырып қоямыз. Әбден тынған қамырды алып, жұқа болғанша жаямыз. Қамырымыз жайып боламыз дегенше 150 грамм майымызды ертіп, осылай суытып қоямыз. Осылайша жайылған қамырға біркелкі етіп жайып шығатын боламыз. Майымыз жақ болған соң 5-10 минутқа қамырымызды қойып қоямыз. Осылай май шамал кебемдегенше. Сосын осылай рулет сияқты орап, холодильникке 1-2 сағатқа қойып қоятын боламыз. Егер самсаны жылдам ертерек пісіру қажет болса, морозилькке жарты сағатқа қойып алып, пісіре берсеңіз болады. Осылайша қамырларымызды бөліктерге бөліп, самсамызды жаятын боламыз. Жайғанда да ұндық аса қажет етпейді. Жайылу өте оңай болады. Мына қамырдың видеода көрініп тұрғандай. Осылайша барлығын жайып алып, салмамызды, яғни фаршымызды салып шығатын боламыз.
салмамызды салып шыққан соң, яғни фаршымызды салып шыққан соң осылай түйіп шығатын боламыз. Бұны осылай көлемде түйсеңіз де болады, жарты пішінді 3 бұрыш етіп түйсеңіз де болады. Қалай ыңғайлы болса, солай түйсеңіз болады. Маған осылай ыңғайлы болды, өйткені ерекше әдемі шығады екен. Осылай түйдім мен. Барлық самсамыз түйіп болған соң тапамызға салып шығатын боламыз. Тапамызға салып, бетіне жұмыртқаның сарысына 2 қасық қатық немесе кефирімізді құйып жіберіп, бетіне жұмыртқаны жағып шығатын боламыз. Осылайша жұмыртқамыз жағып шығамыз. Бетіне әдемі болу үшін осылай күнжіт септім. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 250 градуста 20-25 минутке салып аламыз. Өте жұмсақ болып шығады. Үлкен кісілерге де, балаларға да жегенге ыңғайлы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео рецептім ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеле кетіңіздер.